Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен бәрі сүйіп жейтін, өте дәмді болып шығатын және қарапайым заттардан жасалатын сметаник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қамырына қажетті заттар: ұн 300 грамм, сары май 200 грамм, 1 жұмыртқа, 8 ас қасық қант және 1,5 шай қасықпен қопсытқыш. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майды қосып, әбден илейміз. Илеп болғаннан кейін үстіне 1 жұмыртқа, қант, қопсытқышты қосып, барлығын біріктіріп илейміз. Қолға жабыспайтын осындай қамыр шығады. Енді қамырды салфанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 500 грамм қаймақ, қант 5 ас қасық қажет. Жұмыртқа мен қантты салып, әбден араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қаймақты салып, барлығын араластырып, біраз уақытқа демалдырып қоямыз. Бізде қамыры дайын. Енді қамырдың астын майлап, нанын осылай біртіндеп жаймалап шығамыз. Жаймалап болғаннан кейін үстіне салмасын құйып, 40-45 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Сметаник пирогымыз дайын. 2 сағатқа суытып қоямыз. Бір жасағаннан ақ сәтті шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.